бир тарих пәнінің мұғалімінің басты мақсаты мәдениетті түрде білімді, іскер, жеке тұлғаны дамыту, ұлтымыздың рухын көтеру. Осы мақсатқа жететіндей тиімді жол іздеу. Сол себепті сабақты идеялық жағынан ғылыми негізде, өмірмен байланысты ұйымдастыру оқушының қызығуын, білім құмарлығын таныту, әр сабақта оқушыларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға баулып, ойын ауызша, жазбаша жинақтап баяндай білуге, мәдениетті сөйлеуге үйрету әрбір ұстаздың абыройлы борышы. Тарихты оқыту өзара байланыста және үнемі қозғалыста болатын, құрауыштардың басын біріктіретін өте күрделі үрдіс. Қазір білім беру саласында түрлі технологиялар енгізілуде. Бірақ олардың ішінде қажеттілігін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану басты талап. Тарих пәнінің мұғаліміне қойылатын бүгінгі талап, әр баланы бабалар тарихын терең ұғынатын, рухы биік, мәңгілік елдің жарық жұлдызы болуына бағыт, бағдар беру, жол сілтеу. Если учитель истории хочет, чтобы его уроки были интересными и полезными, увлекали детей, он не должен ограничивать свое образование получением диплома в вузе. Ему нужно постоянно совершенствовать свое мастерство, знакомиться с новыми способами подачи материала, инновационными технологиями. И лучший способ освежить знания о традиционных методиках преподавания истории и познакомиться с нестандартными подходами к обучению детей своему предмету – это курсы повышения квалификации. Тарих ұлттың жады. Танымды тарихи жадында жатталған елі ғана ұлт ретінде сақталып, басқалармен терезесі тең өмір сүре алады. Тарихын қастерлеген ұлт қана өткенін тағылым алып, келешегіне сеніммен қарайды. Демек, ғылыми негізде жазылған танымды тарих ұлт тәуелсіздігінің, ұрпақ тәуелсіздігінің кепілі. Рухани жаңғыру қазақ халқының көптен күткен арманы. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев рухани жаңғыру бұл ұлтымызда құндылығы, қазіргі жасөспірімдерді рухани байлату. Сфера образования меняется такими быстрыми темпами, что нам нужно не отставать, а адаптироваться к более современным стратегиям. Пришло время стать инновационными. Эти инновационные методы обучения сделают наши уроки более интересными, привлекательными для всех. Мы на своих уроках используем Kahoot, Canvu, Flippity, Quizzes. Сабақта қолданатын электронды байланыс оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып тыңдаумен қатар, түсінбей қалған сәттерін қайталап көруге, тыңдауға және алған мағлұматтарын нақтылауға мүмкіндік береді. В системе внеклассной работы особая роль в воспитании занимает внеурочная работа по истории, которая является одной из основных частей деятельности учителя истории. Внеурочная работа обогащает знания и расширяет исторический кругозор, содействует росту их интереса к истории. Также помогает учителю выявить интерес, способности и возможности каждого ребенка. К внеклассным работам можно отнести исторические экскурсии, викторины, конкурсы, исторические фильмы, создание проектов и так далее. Также практическая функция изучения истории гораздо чаще находит реализацию именно во время внеурочной работы.